Ақыл айтам таңданма. Орлық үшін келген жоқсың. Мұны өмірге жалғанма. Мұны өмірде, жүрегіңде, бойыңда ыстық қан барда, болмысты да, болмасты да, болады деп айтам. Ал енді мен ақыл айтам таңданма. Ассалаумағалейкум, Мұқа. Ассалаумағалейкум. Мұнда о дүниелік пен бұл дүниелік арасында ешбір қап қой. Мұқа, әзілді ғой. Сенмен бір әңгіме бар. Жүрші. Жастар, жалғастыра беріңіз. Кеше дәрігерлердің сараптамасын тағы да бір оқып шықтым. Мұқа, мен сізді күттім, келмедіңіз. Дәрігер қараш, сен күтесің. Мұна сен күтесің. Бірақ поэзия, өлең ешқашанда күтпейді. Мұқағали, есіңде болсын. Өлең күтер, өлім күттес. Дәрігер, айтып өлтір. Цирроз деген жаман дерт. Дәрігер, ең болмаса, 2 жыл өмір бере аласың. Қазақ сендей ұққан адам бар. Ешбір одаққа байланбаған. Қандай бақытты адам едің. Мен адамдардың өмірі көңілі кірлемесін деп өлең шықсын. Батыл бола бастап еді. Тастады шал. Бірақ сен маған олай қарама данышпан. Ана мен Мұқағали. Құлдың адам емеспін. Құлдың адам емеспін. Ардың адамы. Сондықтан да бүгіннен бастап, дәл бүгіннен бастап, өз ойымнан, өз жүрегімнен де ештеңе ұрламай жазатын болам. Қалай бар, солай жазатын болам. Ал бұл жүрек болса, шаршайды. Ал менің отбасымның шырағы. Лашыным бар екен. Лашын! Лашын-ау! Ау, Мұқаш,
келе ғой. болып қалды? Тыныштық па? Кел, отыр да жаз. Жаз енді. Құдай отыртпашы, не жазар? Мен А десем, А деп жаз, Б десем, Б деп жаз. Мен Лашын Әзімжанова Әшімханның қызы. Мен Мұқағали Мақатаевтың заңды қосқан жарым. Біз бір-бірімізге сүйіп қосылдық. Сүйіп деген сөзді үлкен әріппен жаз. Сосын астынсыз қой. Астынсыз. Менің күйеуім Мұқағали Мақатаевтың адамдығы мен ақымақтығы бір басына жетерлік кісі еді деп жаз. Не деп кеттің? Жаз енді. Және де Мұқағалидың ақымақтығын бір пойыздың өзі тартып жүре алмас еді деп жаз. Сондай қырсық бала мінезді кісі деп жаз. Содан соң менің отбасымның отағасы, және де балаларымның әкесі, отбасымның әкесі деп те жаз. Мен Мұқағалиды Құдайдың алдында да кешірем деп жаз. Кешіресің ғой? Кешіремін ғой. Болды онда. Жаза ғой. Болдың ба? Иә, бар осы ма? Иә, бар осы. Енді осыны мен сағынған кезде оқи жатарсың. Не деп кеттің? Қиынадым ау сені. Осылай күнде жүрші әкесі. Айтпақшы. Осы бір ай бойы төгіп жаздым. Өзіңді неге қинайсың? Жазылғасын бәрін жалғастырасың ғой. Қазір жатып демалып алшы. Тағдырыма тура қосқан серік. Мен бейбаққа сыйлады екен сені. Оңаша да жұрт көзінен жасыр. Күрсінбеші, жалынан күрсін. Әлі талай аттанамыз сағына. Күрсінбеші, қуаныш көп алдыңда. Күрсінбеші, жүрегімді тыңдашы. Талай кереметтер бар. Балаларым болады. Әкешім, денсаулықты күтуге. Әкелерің, онсыз да қазір тәртіпті. Қара ол бірі. Кәспидің жауһары ем болсын әке. Ой, ол жұлдызымен нағыз қыз қарайтын ер азамат болыпсың. Айтасыз ау әке. Айтпақшы, Шұбат тауып кел. Рахмет. Барлығына рахмет.
Мінекей поэзия. Міне айбар бала. Алмадай болған алма гүлімен. Мінекей аға. Балаларым, мен сендерді қатты жақсы көремін. Я білем, мойындайын. Сендерге жақсы әке бола алмадым. Сендерге ақылымды айта алмадым, балаларым мен. Бірақ мен поэзияға өмірін құрбан еткен жан, балаларым. Мен поэзия үшін, мынау өлең үшін өз өмірімді де, өз әлемімді де, өз әйелімді де құрбан еткен жаным, балаларым. Бірақ дәл қазір менің жанымның поэзияда емес, Құдайға ғана тәуелділігін өзім ғана түсінетін сияқтымын, балаларым менің. Балаларым, ертең сендердің әкелерің қандай болып десе, Алла жүректі, ел мінезді, ақын болып дерсіңдер. Ей алтындар, келіңдер шығайын. Келе ғой, алма гүлім менің. Аға, Ау, айда ғой. әкеміз келеді ғой, я? Әкеміз келеді. Келіп маған кітап оқып береді ғой, я? Әкеміз келіп саған кітап оқып береді. Уәде бересің бе? Уәде беремін. Ал Жұлдыз аға қайда? Жұлдыз аға мана сыртқа шығып кеткен, жүр бірге шақырып келейін. Ұлмагүл, қойшын, жетер бол. Жоқ, Жұлдыз. Жоқ, Алмагүл, болмайды. Жұлдыз, жіберші мені. Жұлдыз, мен барғым керек. Мен әкеме айта алмадым. Мен әкемді қалай жақсы көретінді, оны қалай мақтан тұтатынды айта алмадым, білесің бе? Әкеміз ауырып жатқанда оған ауырлық салмайықшы, Алмагүл. Неге сол кезде ауруханада әкеме айтпадым, оны қалай жақсы көретінімді, оны қалай мақтан тұтатынды неге айтпадым? Алмаш, біз екеуміз үйде үлкеніміз. Бол, сабыр етші. Жұлдыз! Pay ömür, ötesің-ау бір күні, қиясың-ау қуанышты күлкіні, өмір деген бір жарқ еткен найзағай,
өмір деген көк аспанның күркірі, пай-пай өмір өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан-ау, бәрімізден қалады-ау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Көктемде күлдіре барсам бөктерге, қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені арманда, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Арманда жаным арманда, жоқ деген сөзге алданба, есіңе мені алғайсың. Келген шақтардай, қуасып тұрған бақтардай, жапырақ жайрап жатқанда, қурайларсың сыйға